Бүгін 5 қаңтар 2026 жыл. 2022 жыл болған оқиғаларға 4 жыл болды. Бақандай 4 жылдың ішінде халқымызды аямай қырған Тоқаев әлі де билікте отыр. Осыдан 4 жыл бұрын, осы қаңтар кезінде, қаңтар айында біздің бейгүнah қазақтарды қырып салды. Біз соны ешқандай ескертусіз оқ атты. Яғни қырды. Жас бала кедей бар, мына жерде фотосында тұр, мына жерде міне ең кішкенесі 5 жаста Айкөркем. Міне соған мына жерде біз мына шамды жағып отырмыз. Неге? 4. Өйткені сол қаңтар қырғыннан бері міне 4 жыл болды бүгін. Сол 4 жылдықты еске алып, міне шамды осылай тізіп, біз соны еске алып келіп тұрмыз. Алматыда 20 мың террорист кірді деді. Бірақ ол артынан жалған болып шықты. Сол 20 мың террорист кірді деп ескертусіз оқ атқаннан бейгүнah осыншама сыймағаны қаншама? Енді ресми дерек бойынша 230-40 адам, бірақ одан да көп дейді. Білмейміз. Енді мына билік ауысқан кезде соның нақтылы саны шығатын шығар. Сол 20 мың ол неге қырылды? 20 мың террорист кірді, ескертусіз оқ атыңдар деді. Соның кесіміне қырылды. Ал сол 20 мың террорист келді деген адам оны дәлелдеп бере алмады. Қайдан келген, қашан келген, бірде-бір террористің өлігін де көрсете алмады, ұсталғанда көрсете алмады, түрін де көрсете алмады.